Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі бейне сабақта мен сіздерді Виктор Цойдың «Пачка сигарет» әнін үйретемін. Бірінші, кішігірім көрсетіп жіберейін қалай ойналатынын. Я сижу и смотрю в чужую небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, оглянулся, но не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Осылай ойналады. Бірінші, сіздермен аккордтарды үйренейік. Бірінші аккорд ем. Яғни екінші саусақ екінші лад 5-ші струна, үшінші саусақ екінші лад 4-ші струна. ем аккорды. Екінші аккорд ем аккорды. Бірінші саусақ бірінші лад 2-ші струна, екінші саусақ екінші лад 4-ші струна, ал үшінші саусақ екінші лад 3-ші струна. Үшінші аккорд С. Яғни ем солай қалады, бірақ үшінші саусақты біз үшінші лад 5-ші струнаға жібереміз. Сонда С аккорд шығады. Және 4-ші аккорд Д. Бірінші саусақ екінші лад кешіріңіздер, екінші лад 3-ші струна, ал екінші саусақ екінші лад 1-ші струна, үшінші саусақ 3-ші лад 2-ші струна. Үш аккорд ем, С, Д. Ал бізде ұру әдісі болса четверка диско деп аталады. Менің каналымда бір видео бар, сол туралы соны түсіріп үйреткен. Содан қарайсыздар болмаса. Ол былай. Төмен, жоғары, заглушка, жоғары. Бұл бойда менің каналымда видео бар. Сонда үйреткен, содан қарап аласыздар. Четверка немесе диско деп аталады. Каждый бір бойды біз бір аккордқа ғана ойнаймыз. Мысалы, ем, С, Д, тағы ем. Осылай аккордтар қайталана береді. Назарларыңызға рахмет, лайк басамыз және біздің каналға жазыламыз.